Бүгін қатты қуаныштымыз, себебі біздің анашымыздың туған күні, және әкем мына жақта керемет қып екеуі романтика болып отқан жайы бар. Алматының ең биік нүктесінде, в общем, осындай жерде қарасаңыздаршы. Охо. Димаш, кіші ұлы, еңілік, ортаншысы, не важно. Едеш келіндері, мен тұңғыштары. Аман болайық, аналарымыз аман болсын, әкелеріміз аман болсын. В общем, 12-ден кейін мамамыздың туған күні болады деп, папамыз бәріміз семьямызбен мамамызды құттықтайтын жерге, ерекше құттықтайтын жерге бара жатырмыз. Мамам білмейді. Менің туған күніме не алып бересің? Әйтеуір біздің папада кішігірім романтик. Қазір мамамыз келді, ал дайын болсаңыздар. Қандай? Ішінде ақша бар. Оны бота жинап жүр. Бүгінгі тойдың ақшасын бәрін. Бота бүгін не сен қалайсың? Ән айтып, мен көре алмай қалдым, бірақ ән айтқанын. Фигураны қарасаңыздар шылай. Кімнің қызы мынау, кімнің қызы мынау. Әдем бұл. Супер. Тойды Наврышым орынде құдалығын көрдіңіздер ма, кеше вообще керемет өтті. Батырлармен, қасиеттермен. Енді еще шетелге путевка подарок етті жастарға. Шетелге путевка подарок етті деп отырмын. Қай елге барады? Өздері таңдайды. Күшті. В общем, осылай той керемет өтіп отыр Шымкентте. Соңғы тос болып жатыр. Почти последний газ. Той елер сөйлейтін шығады мен осыдан кейін. Сонымен болды. Ұрастар. Посадкам басталды, мен тамағым әлі дайын емес. Там готовится, да, уже? Просто посадка началась уже. А, да? Завтра кішіп алайын деп жатырмын, потому что камерам сүртіп алайыншы. Потому что менде бүгін жұмыс өте көп. Рейтерлерге заттар апарып беру керек. Тағы өзімнің біраз съемкаларым бар, жұмыстарым бар. Сол қалай үлгерсем екен, қалай уақытымды жеткізсем екен деп тұрмын. Қазір пешкамды сағынып тұрмын. Невозможно, осы мальчикті сағынып кеттім прям. Сол шайымды ішейін деп отырмын. Чашканың үлкендігін қараңыздар, как раз мен сияқтыларға арналған екен да. Рахатай. Жеті құрдасқа қазір Тоқайды күтіп отырмын. Келіп цемент анамнан бірдеңкелер алу керекпіз. Линзам тақпай шыққам ғой. Сонымен за рулем кішкене без линзы мне тяжело. Сол үшін қазір Тоқайды айдатайын деп тұрмын. И барып уже бір-екі күннің ішінде жаңағы черновой жұмыстар біткеннен кейін біз сразу сантехника электричествосын алдында Тоқай үлгермей қалама деп едім. Тоқай өзі жасайтын болды. Уақыты бар екен, сонымен алдында бір-екі жұмыстар шыққан болатын. Сонымен сантехник электрик қажет емес болып қалды бізге. Сол айтпесе көп адам жазыпты. Ананың ішіне кірсек бәріне жазғың келеді ғой, прям күшті адамдар. Мына анаған барыңыз, мынаған барыңыз, неше түрлі советтер жазған екен. Енді біз Тоқайға жасайық деп жатырық. Сол Тоқайды күтіп отырмын. Бексұлтандар әлі келген жоқ Шымкенттен. Олар такси таппай, сонымен Шымкентте далада қоныпты в общем. Қызық болды. Мен хорошо, что самолетқа билет алғам. Қайтып кеттім. Сондай. Так, мынаның каждый қап цементі 50 килограммнан екен, машина деген артық отырды ғой. Тура мына жақта үйдің қасында болған. Доставкасы, андай, доставка жасайтын машинасы жоқ па? Бірден кетеді, иә? Сонымен өзіміз машинамызбен 1-2 рейс жасайық деп жатырмыз. Лопата алып келдік. Ежа пеналарды алып қаласайын ба? Пеналарды алып қаласайын мына жақтан. Алдында. Строительдер келмеген екен, қазір келе жатыр. 2 күн жұмыс істелінген жоқ, өйткені мына заттар болған жоқ. Сонымен қазір еще лестницаны бөлек адамдар жасайды екен ғой, оказывается. Еще лестница деген қымбат екен. Мамышки болып жатырмын ғой мен. Сонымен, короче, сол лестницаны нетсе, қазір измерять етіп, бағасын айтады. Если устраивать етсе, осы кісілермен сөйлесемін. Сол, короче, қарауылда отырам. Біздің үйіміз міне. Жаным, жүрегім мынандай болады ғой, скоро мынандай болады. Мынауда. Алдын жасайды, мынаның алдын бәрі жасалған. Мынау біздің екінші қабат. Қазір лестницаны нетіп жатыр. Мынау детский бөлме. Мына жерде шкафчигі болады.
екі баламыздың, екі ұлымыздың бөлмесі, мына жақта енешкамның бөлмесі, мынау балконы мен енешкам бөлмесі, мына жақта санузел бізде. И мына жақта мастер спальня, мына жақ гардероб, и мына жақ спальня. Бізде де балкон бар, кстати. Маманың бөлмесінде де бізде де балкон бар. И бірінші қабат. Қаға кетпей? Алып көріп бар. Ана жағын не басқан? Төрт бұрышты сызамыз ғой, ана жағын сызамыз. Мына жақтан түсуді айтсаңыздар. Қорқынышты мама. Қорқам өзі ше. Кітабымды алып кетіп барадым. Жол беріп жатыр маған өзі. Рахмет. Алла разы болсын саған. Көп кісі кірі екен. Біздің тапқырда ғой. Біздің кірі екен. Жоқтың. Бірі қағып жасын. Қал көп қалғыда. Сондай ағайындар. Қалтысы ешкі жоқ. Ексердік біз ғана жұмыс. Қытайдан закрытый созвон болады кәсіпкерлермен. Мына жерде командам WhatsApp сілтемен қалдырып кетті. Тіркелсеңіздер болады. Біраз Zoom созвон жасап. Мен Қазақстан уақытымен 5:30-6-да сөйлесеміз ғой. Құдай қаласа. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Мен деген күні бойы үйде жаттым да, енді ғана сыртқа шықтым. Тамақ ішіп қайтайын деп, ары-бері жүріп қайтайын деп. Бүгін енді бір алып бара жатқан шаруаларым, жұмыстарым жоқ. Сол үшін тек қана демалыс болып жатыр, релакс. Негізі мен осылай жалғыз жүргенді өте қатты жақсы көремін. Жалғыз өзім қыдырғанды, тамақ ішкенді деген сияқты. Я прям обожаю. Үйде де күні бойы жалғыз болдым. Сөйтіп енді Мегаға келдім. Осы кофе бумның осы локациясы өте қатты ұнайды. Панорамный вид бәрі. И погода тоже күшті болып тұр. Суық емес, ыстық емес. Енді қазір погода бұзылып кетпесе болды. Сол не істеп жатсыздар?